үшін тыныш ұйықтасын деген мақсатта аяғы мен қолын тартпамен байлаймыз. Мынау жабу. Сәби ұйықтап жатқанда жабу жабылады. Жабу сәбиді желден сақтайды. Және сәби ұйықтап жатқанда қараңғы болып тұрса, сәби ұзақ ұйықтайды. Сәбиімізді бөлемес бұрын жастығының астына айна мен тарақ қойылады. Бұл сәбидің ұйқысы айнадай тынып, тарақтай тартымды болсын деген ниетпен білдіреді. Енді түбек тұрардың жеріне майда-майда конфеттерді алып, бірінші әже қолын бірінші әже түсті ма дейді. Екінші әже түсті деп жандағы. Ол қыздарға ілеседі. Ол келініміз тағы да өмірге осы сияқты ол қыз әкелсін деген ниетті білдіреді. Енді сәбиді әкеліңдер. Сәбиімізді оң жағынан жатқызып, бірінші аяғын